Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздермен үйдегі бар нәрселерден жасалатын және дәмі ерекше болып пісетін, текстурасы кексқа ұқсайтын керемет пирогтың рецептісімен бөлісемін. Пирогтың қамырын дайындаймыз. 2 жұмыртқаны ыдыста жарып алып, оған қант қосып, қантымыз әбден ерігенше араластырамыз. Қанттың еруі өте маңызды, немесе миксерлеп алсаңыздар болады. 4-5 минут аралығында осылай венчикпен ертіп алдым. Енді оған сүт құямыз және қаймақ саламыз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Араластырып біркелкі қылып аламыз. Және ұн саламыз. Менде бүгін жүгері ұнын пайдаландым. Жартылай жүгері ұнын, жартылай бидай ұнын. Және 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Оған сұйық май құямыз тағы да. Және кокос саламыз. Немесе кокосты салмай қойсаңыздар да болады. Бұл жерде өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Енді осының барлығын араластырып, қою қамыр қылып аламыз. Пирогтың түсінің әдемі болып шығу үшін жарты шай қасық куркума салдым. Ол міндетті емес. Және араластырып аламыз. Осылай пирогымыздың қамыры дайын. Мен форманы майламадым. Майламай формаға қамырды құйдым. Енді бұны қызып тұрған пеште 150 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирогымыздың беті осындай қоңырқай болған кезде пештен аламыз. Бұл менде 32 минут уақытты алды. Енді оны таяқшаның көмегімен ішінің піскен-піспеген тексереміз. Таяқшамыз құрғақ болса пісіп шыққаны. Енді пештен шыққаннан кейін 5 минуттан кейін пирогты формадан алып төңкеріп қоямыз. Асты осылай буланып, суланып кетпесі үшін әбден суығаннан кейін кесіп столға тарсаңыздар болады. Бұл пирог мен күткеннен де өзгеше дәмді болып пісті, өйткені бұның текстурасы кексқа көбірек ұқсайды пирогқа қарағанда. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.